2020 жылы шыққан драма жанрындағы «Ночь в раю» фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Тегу өте танымал гангстерлердің бірі Ян Мырзаға жұмыс жасайды. Оған алдындары бірнеше буксон гангстерлер тобы біздің жағымызға өттеп ұсыныс жасаған болатын. Алайда Тегу Ян Мырзаға адал болғандықтан оларды сатып кете алмады. Кейін ауруханаға аттанады, өзінің әпкесі мен жиенін көру үшін. Өзінің гангстер болғанына қарамастан Тегу өзін туыстарының алдында мүлдем басқаша ұстап, оларды қатты жақсы көретінін жасырмайды. Осылай өзінің жұмыстары болғандықтан олармен бірге бара алмайтынын айтып, оларды шығарып салады. Сөйтсе ол өзінің әпкесінің дәрігеріне барған екен. Дәрігерден әпкесінің ауруы асқынып кеткендіктен оған дереу донор қажет екенін естиді. Жігіттің өзі олар ағалы әпкелі болғандықтан донор ретінде сәйкес келмейді. Енді көлігіне отыра бергенде оған ауыр хабар келеді. Сөйтсе әпкесі отырған көлік апатқа түсіпті. Өкінішке орай әпкесі де жиені де сол орында дүниелік болып кеткен. Жерлеу рәсіміне Ян Мырзаның өзі келеді, көңілін білдіру мақсатында. Алайда айналасындағылардың қанша қолдауларына қарамастан Тегу өз-өзіне келе алар емес. Ян Мырза болса бұл көлік апатын әдейі ұйымдастырған. Саған біздің жағымызға өттеген төраға до болуы мүмкін деген өз болжамын айтады. Ал Тегу болса өз кезегінде маған кек алуға рұқсат беріңіз деп өз бастығынан рұқсат сұрайды. Кейін саунада Тегудың төраға домен бірге отырғанын көреміз. До жігітке өз көңілін білдіріп өзінің жеке істеріне отбасын араластырмайтынын, бұл көлік апатын кінәлі адамды тауып беретін боламын деп уәде береді. Тегу үн қатар емес, кенеттен ол шелектегі суда тығылып тұрған пышақты алып, сондағы буксон бандасының барлық мүшесін өлтіріп тастайды. Әуежайда До Мырза Тегуге До төрағаны өлтіру кезінде көрсеткен батылдығы үшін мақтау сөздер айтады. Кейін жігітке жаңа есім және ақша береді, Сечу аралында уақытша тығыла тұру үшін. Ал бірнеше аптадан кейін оны сол жерден Ресейге жіберетін болады. Осылай Сечу аралына келген Тегуді қыз күтіп алады. Қыздың есімі Йон. Қыз онда қарудың контрабандасымен айналысатын ағасы Кутомен бірге тұрады екен. Тегудың гангстерлермен байланысы Йонға ұнамай қалған секілді, сондықтан да жігітке істеріңді бітіре салып табаныңды жалтырат дейді. Сонымен қатар қыз қару атудың шебері екен. Өз қабілетін шыңдау мақсатында әр таң сайын қарумен шынығады. Ал Ян Мырза болса буксон бандасындағы мықты адамдардың барлығының көзін құртпақ ойы бар. Алайда Тегудың жоқтығына байланысты оның жоспары сәтсіздікке ұшырайды. Ең қорқыныштысы, Тегу өлтірдім деп жүрген До төраға әлі тірі. Бұл жағдайлар Ян Мырзаның жүрегіне қорқыныш ұялатады. Осылай уайымдап отырғанда оған буксон бандасының мықты адамдарының бірі Ян өлтіре алмай қалған Ма Көсем хабарласады. Ма Ян Мырзаға сен менің бандамның ішкі тірлігіне араласуға дәтің барғаның үшін мен сені өлтіретін боламын деп қоқаңлықты көрсетеді. Ян Мырзаның қорқатындай себебі бар, өйткені буксон бандасы ең үлкен бандалардың бірі. Оның үстіне қазіргі Тегудың жоқтығы олардың жағдайын қиындатып тұр. Тегу сыртта темекі шегіп тұрғанда көліктің ішінде Йон есінен танып қалады. Ағасы оған қандай да бір сұйықтық егіп дереу ауруханаға апар деп бұйырады. Ауруханаға келгесін ағасы Тегуға Йон туралы барлық шындықты мойындайды. Сөйтсе қыз аса қатерлі ауру түрімен ауырады екен. Кореядағы дәрігерлердің болжамы бойынша қызға тіпті бір ай жетер-жетпес өмір қалған. Сондықтан ағасы Йонды Америкаға алып кеткісі келеді екен, ота жасау мақсатында. Жақсы қаражат табу үшін қарудың контрабандасымен айналысып, Тегуді жасыру туралы ұсынысқа да келіскен. Ақыры Ян Мырза арадағы кикілжіңдерді шешу үшін буксон бандасының жоғарғы басшыларымен кездеседі. Сонымен қатар онда капитан Пак та бар. Бұл кісінің мафия әлемінде алатын орны ерекше. Өйткені ол мафиялық бизнесті қамтамасыз ететін жоғарғы лауазымды полицей. Бұл жерге Ма Көсем Ян Мырзаны өлтіру керек деген жоспармен келген болатын, алайда оны Пак тоқтатады, қазір түрбелең керек емес деп. Қайшылықтарға қарамастан олар бір келісімге келе алды. Келісім бойынша кек ретінде Ян Мырза буксон бандасына До төрағаға қастандық ұйымдастырған Тегуді беру керек. Сонымен қатар оның өлімін Ян Мырза өз жауапкершілігіне алу қажет. Ал есіне келген Йон тезірек ол жерден кету. Привет, Алиса, как дела? Оны үйіне апарғысы келген, алайда қыз өзінің тамақтанғысы келетінін айтады. Қызығы алдындары жігітке жағашпайтын Йон бұл жолы Тегумен бұрынғы таныстардай әңгімелесуде. Тіпті қыз бірнеше бөтелке спиртті де сіміріп алады. Жол барысында Тегуға Ян Мырза хабарласып ертең әуежайға кел деп бұйырып, екеуміз Ресейде бірге бірнеше уақыт тығыла тұратын боламыз дейді. Үйге келген кезде ауладан көптеген көліктерді көріп, бұл жерде бір гәптің бар екенін сезіп қояды. Уақытты созбай оларға шабуылды өзі бастайды. Ал үй ішінде Куто ағасына қаруды сатып алушылар шабуылдауда. Кутоны сатып кету үшін
Атыстан қашып құтылу мүмкін емес. Куто ағасы өзі құлағанша қаруынан тоқтаусыз атады. Енді ішке кірген Йон өзінің ағасының мерт болып кеткенін көріп ашудан сол жердегінің бәрін қырып тастайды. Тегу болса қызды алып бұл жерден қашуға тырысуда, бірақ Йонның кеткісі жоқ, ағасының мәйітіне жабысып еңіреп жылауда. Ақыры сабырға келгенсін жігітпен өзінің балалық шағымен бөліседі. Сөйтсе Куто ағасымен байланысты гангстерлер қыздың ата-анасын өлтіріп тастаған екен. Сол сәттен бері Куто ағасын жек көріп кеткен. Алайда енді отбасының соңғы мүшесінен айырылғанда қыздың жүрегі қан жылауда. Сырларымен бөліскен Йон мен Тегудің қарым-қатынасы жақсара түседі. Келесі күні олар уақыттарын бірге өткізеді. Тегу қызбен бірге серуендеуде, қыз өзінің соңғы өмірлік сәттерінен ләззат алсын деп. Осылай Тегу Ямырза бұйырғандай әуежайға бара жатқан кезде Йон оны тоқтатады. Мен бұл жерде бір гәптің бар екенін сезіп тұрман, бармай қоя салшы деп. Бірақ жігіт айтқанынан қайтпайды. Тегу әуежайға келген кезде оған сенімді адамы оң қол хабарласады. Ол оған Ямырзаның сені сатып кетті, сонымен қатар саған сенімді адамдардың барлығын лақтырып кетті деп хабар жеткізеді. Сосын ол қалай телефон арқылы оң қолын біреулердің ұрып жатқанын естиді. Қашу керек екенін түсінеді, алайда Маның адамдары оны байқап қойып артынан түседі. Соған қарамастан Тегу көлікке отырып қашып кете алды. Ал адамдарының Тегуді ұстай алмаған естіген Ма бар ашуын Ямырзадан алады. Тегу болса Йонға қарай бара жатыр. Телефон арқылы қыздың Куто ағасының үйінде екенін естіп бұл жерге жолама деп қызға айтады. Бірақ оны тыңдайтын қыз жоқ. Жігіт күткендей Маның адамдары осы жерге келіпті, осылай қызды тұтқынға алады. Сосын Ма Тегуға хабарласып, егер қыздың тірі қалған қаласаң осында кел деп бұйырады. Тұтқан алған Йон мен бәрібір өлемін, сондықтан келудің қажеті жоқ дейді. Тегу да мен де бәрібір өлетін едім, мен сенің жалғыздықта өлгеніңді қаламаймын деп қызды жалғыз қалдырмайтынын білдіреді. Маға мен келемін, бірақ сен мұның орнына менің оң қолымды және енді босату керексің деген талап қояды. Ма келіседі. Өз сөзінен тайқымайтын жігіт Куто ағасының үйіне келеді. Ол жерден оны Маның адамдары тексеріп алып, оны сабалап тастайды. Сосын оны Маның алдын алып барады. Йонға зияндарын тигізбегеніне көзі жеткен жігіт өзің уәде еткендей менің оң қолымды босат деген талап қояды. Ма адамдарына Тегудің адамын босатыңдар деп бұйырады, алайда оның өліп қалғаны туралы ақпарат алады. Таңғалып қалған Ма Ямырзадан бұл сенің істегенің бе деп сұрайды. Ямырза ол Тегуға шамадан тыс адал болды, сондықтан оны өлтіруге тура келді дейді. Бұған қатты ашуланып кеткен Ма Ямырзаны өз қолымен өлтіре жаздайды. Тек ол ғана емес, Тегу да Ямырзаның бұл тірлігіне ашуланып оны қарғай бастайды. Бағынышысынан бұндай сөз естігеніне көндіге алмаған Ямырза байлаулы жатқан Тегуді сабалауда. Олардың араларына Ма түседі. Кейін Тегуге До төрағаның бұйрығы бойынша сенің әпкең мен жиеніңнің өліміне кінәлі адамды іздеп жүрмін деп хабарлайды. Көлік апатын әдейі ұйымдастырған адам Буксон бандасынан емес екенін анықтағандарын айтады. Сөйтсе бұл көлік апатын Ямырза ұйымдастырған екен. Бұны естіген Тегу ашуланып Янға қарай шабады. Ма қалай Тегудің Ямырза өлім жағдайына жеткенше сабалауына мұрсат береді, бірақ өзінің Янды өлтірмеймін деген келісімін бұзғысы келмейді. Сондықтан да Янға қарай пышақ лақтырады. Ал пышақты қолына алған Ян болса Тегуді сол жерде өлтіреді. Йон болса Тегудің өлгеніне сене алар емес. Маның адамдары қызды үйден сүйреп алып шығып, Тегудің денесін үймен бірге жағып жібереді. Оқиға бұнымен аяқталды десеңіз қателесесіз. Мына қу дүниеде ешкім жоқ Йонның мотоциклмен кетіп бара жатқанын көреміз. Ол қандай да бір ресторанға қарай бағыт алып бара жатыр. Сөйтсе бұл ресторанда Маның адамдары, Маның өзі және Ямырза тамақтанып отыр екен. Ішке кіріп есікті жауып алған қыз ешқандай сөзсіз банда мүшелерін бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Барлық бағыныштыларын өлтіргесін ендігі кезек Ма көсемде ешқандай аяусыз оны арғы дүниеге аттандырғасын, осының бәріне кінәлі Янды іздейді. Ямырзаға қаруындағы оғы таусылғанша тоқтаусыз атады. Барлық шаруасын бітіргесін жағаға қарай жол тартады. Өзінің өлім алдындағы соңғы сәтінен ләззат алып, өз-өзіне қол жұмсап арғы дүниеге аттанады. Банданың қолына мерт болған туыстарын іздеп. Осылай фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.